Спасибо, Динара. Уважаемые коллеги, мы рады снова приветствовать вас в стенах службы центральных коммуникаций. Также мы приветствуем тех, кто подключается онлайн. Итак, сегодня мы говорим о мерах, принимаемых органами государственных доходах в рамках борьбы с теневой экономикой. Әріптестер, қайырлы таң. Бүгін көлеңкелі экономикаға қарсы күрес шеңберінде мемлекеттік кірістер органдарымен қабылданған шаралар туралы ақпарат аламыз. Алаңымыздың құрметті қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Жаналинов Данияр Еренғалиұлы. Данияр мырза, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Сәлеметсіздер ме? Рахмет, құрметті Нұржан, Ақтияр қызы. Құрметті брифингқа қатысушылар. Ең алдымен айта кететін жайт, көлеңкелі экономикаға қарсы күрес біздің жұмысымыздың басты басымдықтарының бірі болып саналады. Ол кешенді көз қарасты және бірқатар мемлекеттік органдардың қатысуын пайымдайды. Елді дамытудың ұлттық жоспары жалпы ішкі өнімге көлеңкелі экономиканың деңгейін 25 жылға шейін қарай бұл 15%-ға төмендету міндеті қойылып отыр. Осы міндеттерді шешу үшін үкімет 21-23 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекітті. Ол 54 тармақтан тұрады. Мемлекеттік кірістер комитеті 26 іс-шаралар бойынша негізгі орындаушы, 14 іс-шаралар бойынша бірлесіп орындаушы болып табылады. Бүгінде 20 тармақ орындалды. Біздің құзыретіміздегі негізгі бағыттар салықтық және кедендік әкімшілендіруді жетілдіру, заңсыз бизнестен жұртшылықтың мүддесін қорғау, қолайлы бизнес ортаны жасау болып табылады. 21 жылы қабылданған шаралар 20 жылмен салыстырғанда 0,5% пунктке төмендеп, жалпы ішкі өнімге көлеңкелі экономиканың деңгейін 19,75%-қа шейін төмендетті. Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс импорттан бастап түпкілікті тұтынушыға дейін тауарларды өткізудің бүкіл тізбегі бойынша бақылау жүргізілуге бағытталған. Ақпараттық жүйелер кешенді болып табылатын ұлттық қадағалау жүйесіне негізделген. Құжаттамалық қадағалау Астана 1 және виртуалды қойма модулі 1 электрондық шот фактуралар жүйелерін және тауарлардың онлайн бақылау кассалық машина арқылы айналымның шығаруымен жүргізіледі. Бірыңғай терезе ақпараттық жүйесінде кедендік тазарту үшін қажетті кедендік қызметтер мен рұқсат беру құжаттары автоматтандырылған. Барлық кедендік декларациялар электрондық түрде Астана 1 жүйесі арқылы ұсынылады. Айта кету керек, контрафактілік өнімнің жауын кесу бойынша кедендік бақылау тәуекелдерді басқару жүйесін пайдалана отырып, зияткерлік меншікті бақылау модулі арқылы жүзеге асырылады. Тауарларды декларациялау кезінде жүйе кедендік тазартуды автоматты түрде тоқтатады және лауазымды тұлғалар құқық иелерінің құқықтарын қорғау жөнінде шаралар қабылдайды. Бүгінгі таңда электрондық шот фактуралар жүйесінде 800 мыңға жуық пайдаланушы тіркелінген және 860 миллион электрондық шот фактуралар жазылып берілген. Жүйе енгізілген сәттен бастап қосылған құн салығы бойынша 565 миллиард теңге қосымша түсімдер қамтамасыз етілді. Виртуалды қойма модулі де өзінің тиімділігін көрсетті. Оның ерекшелігі тауарларды қоймада есепке алмай, электрондық шот фактуралар жүйесінде оларды одан әрі сату мүмкін еместігін болып табылады. Осылайша жалған шот фактураларды жазып беру және тауарсыз операцияларын жасау қаупі азаяды. Физикалық қадағалау бөлігінде тауарларды таңбалау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қадағалау жүйесінің соңғы буынын онлайн бақылау касса машиналар қолдану болып табылады. Жүйе сауда кірісі туралы мәліметтерді тіркейді және мемлекеттік кірістер органдарына береді. Соңғы тұтынушыға сату кезінде тауарды айналымның шығару жоспарда бар. Акцизделетін өнім айналымы саласында ілеспе жүк құжаттардан, декларанттардан, тағы басқа деректерден және салық есептілігінің нысандарынан салыстыру үшін әртүрлі ақпараттық жүйелерден пайдалана отырып, камералдық бақылау жүргізіледі.
Өткізілген іс-шаралардың нәтижесінде ағымдағы жылдың басынан бастап заңсыз акцизделетін өнім, алкоголь өнімі 202 мың бөтелке, темекі өнімі 18,8 миллион қорап, мұнай өнімдері 87,6 мың тонна анықталды. Тәуекелдерді басқару жүйесінің жетілдіруге көп көңіл бөлініп отыр. Тиімсіз өлшем шарттар өзекті және объективті өлшем шарттармен ауыстырылады. Сараланған кедендік бақылаудың қолдау мақсатында сыртқы экономика кәсіпкерліктерге қатысушылардың IBM SPSS базасында автоматты режимде санаттау қолданылған. Адами факторды болдырмау және санаттау тәртібін автоматтандыру мақсатында жүйенің математикалық модельдеу, машиналық оқыту бойынша жұмыс жүргізіліп отыр. Бұдан басқа комитет азаматтық бақылау, чекті талап ет ұшқышын іске асырды. Онда азаматтық қоғам кірістерді жасыратын жозықсыз кәсіпкерлермен күресе дербес бастама көтере алады. 18 мың жуық салықтық тексеру аяқталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,2 есеге көп әрине. Бірақ оның себебі дебиторлардың өзара есеп айырысуды айқындау мәселелері және Евразия экономикалық одағының мәселелері бойынша тақырыптық тексерулер санын ұлғаюына себеп болып отыр. Бұл ретте 562 миллиард теңге қосымша салықтар есептелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 296 миллиардқа артық. Кедендік тексерулер 2354 кедендік тексеру жүргізілді. 149 миллиард теңге кедендік төлемдер мен салықтар қосымша саналып отыр. Бұл өткен жылмен қарастырғанда 128 миллиард теңгеге артық. Процесстік шешім қабылдау үшін жалпы сомасы 160 миллиард теңгеге 134 салықтық және кедендік тексерулер бойынша қаржы мониторингі агенттігіне материалдар жіберіліп отыр. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша 286 мыңға жуық хабарлама қалыптастырылды. Есептелгені салығы 496 миллиард теңге, өндіріп алғанымыз бүгінгі күнде 377 миллиард. Ірі салық төлеушілердің саны бойынша 49 салықтық тексеріс және халықаралық салық салу шеңберіндегі 90 миллиард қосымша ақша есептелді. Әзірше 7,3 миллиард өндіріп алдық, бірақ 80 миллиард шағымданғанға тексерулер аяқталып жатыр. Тарихи деректерді зерттеу шеңберінде деңгейлес мониторинг арқылы бюджетке шамамен 13,3 миллиард теңге қоса есептеліп отыр. Жер қойнауын пайдаланушылар бойынша 382 миллиард теңге, оның ішінде тексерулер есебінен 73 миллиард теңге қосымша өндіріліп алынды. Жыл басынан бері жер қойнауын пайдаланушылардың 63-і тексеріп, оның ішінде 8-і мемлекеттік басшының тапсырмасы бойынша, 4-і бас прокуратураның тапсырмасы бойынша бақылауға алынды. Қазақмыс және Казминералс компания топтарының қатысты тексерулер аяқталды. Есептелген салықтық өсімпұлдар мен айыппұлдардың жалпы суммасы шамамен 100 миллиард теңгеден астам. НДПИ ПКОС дейміз, қазақша мөлшерлемесімен ұлғайту және капиталды шығаруға қарсы іс-қимылдау бойынша бұрын қабылданған түзетулерге қосымша ОСР сарапшылардың кеңесімен трансферттік баға белгілеу туралы заңға түзетулер енгізілді. Қазіргі уақытта заң жобасы мемлекеттік органдарда келісілуде. Қытай Қазақстан сыртқы саудасының жалпы көлеміндегі бірінші орын алады. Бұл ретте Қытайдың сыртқы саудасының жалпы көлеміндегі Қазақстан үлес салмағы 0,5% құрап отыр. Қазақстан Республикалы деректері бойынша тауар айналымының көлемі 19,7 миллиард
теңге, ал Қытайдың деректері бойынша 25,6 миллиард, алшақтық 5,9 миллиард болып отыр. Қытай Халық Республикасының деректерін ұлғайту жағына 23,2%. Негізі Қазақстанның Қытайдан импорты 8,6 миллиард, Қытай Халық Республикасына, Қазақстан Республикасынаға экспорты 13 миллиард, алшақтық 4,4 миллиард болып отыр. Бұл 33,9% құрап отыр. Былтырғы жылға қарағанда бұл алшақтық 7%-ның көлемінде төмендеп отыр. Қосымша қос салығы әкімшілендігі маңыздығы жетістік жалған мәлімдемелер мен қолма-қол ақша схемаларының қатынасынан қауіпті компанияларды жедел анықтау болады. Электрондық шот фактуралар жазып беруді шектеу жөніндегі пилоттық жоба барысында нәтижелер бойынша айналымы 7,5 триллион теңге болатын жалған мәмілелер 9.000 қатысушының қызметін анықталды және шектелді. Осы тұлғаларға қатысты жалған шот фактураларды жазып беруді фактісі бойынша 687 сотқа дейін іс жүргізілуге қозғалды. Тұтастай алғанда, комитет 20 жылдан бастап салық төлеуден жалтару схемаларын анықтау шеңберінде жалған айналым сомасы 1,2 триллион теңге болатын 4,5 мың заңды тұлғаны анықтады. Олар бойынша кейін тіркелу жарамсыз деп танылған жалған тұлғаларға рәсімделді. Бұдан басқа, сенімсіз компаниялардың контрагенттерін сатып алушыларды әкімшілендіруді шеңберінде айналым сомасы 609 миллиард теңге, 5482 мәміле жарамсыз деп танылды. Жеке кәсіпкердің тіркелудің және сәйкесінше салық төлемеу себептерін бір салық міндеттемелерін туындаудың қорқу екені жасырын емес. Мұндай міндеттемелерінің оңайту мақсатында онлайн платформалар Яндекс, Глова, Вольт арқылы қызмет көрсететін жеке тұлғалар үшін пилоттық жобаны жүргізу мәселесі қаралуда. Пилот шеңберінде е-салық бизнес мобильді қосымшада дара кәсіпкер ретінде оңайлатылған тіркеуден өту кезінде салықтарды интернет платформа арқылы ұстайтын болады. Данияр мырза, кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлгеніңіз үшін. Бізде регламент бойынша 15 минут уақыт беріледі. Доклад уақытына рұқсат етсеңіз, докладыңызды электронды түрде біздің әріптестерге берсек. Әзірше сұрақ-жауапқа көшсек, қосарыңыз болса, қазір сөз соңында. Жарайды, онда сұрақтар болса, сұрақтарға жауап берейік. Сұрақ бағыттарында мен тағы да қосымша докладтағы нелерді айтып берейін. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Құдірет Петр, Информбюро. С нами на прямой связи. Құдірет, вы на связи? Здравствуйте, ваши вопросы. Я бы хотел задать вам два вопроса. Первый вопрос. Когда начался массовый приезд россиян и резко взлетели цены на аренду квартиры, Минфин говорил о проверках арендодателей, в том числе и по налоговой части. Есть ли статистика, сколько в Казахстане арендодателей не платят налоги с доходов? Как выявляют таких недобросовестных предпринимателей? На сегодняшний день, спасибо за вопрос, на сегодняшний день налоговые органы не могут осуществлять проверки, так как действует мораторий. Но вместе с тем у нас имеются свои, так скажем, контрольные функции, которые мы можем осуществлять вместе с Министерством внутренних дел в рамках контроля миграции иностранцев. Обеспечивается заполнение опросных листков соответствующими участковыми инспекторами полиции с последующей передачей сведений в органы госдоходов. На сегодня у нас выявлено 5109 владельцев недвижимости, которые сдают в аренду жилье, в том числе 2317 владельцев иностранных граждан. Охвачено контролем 4457 владельцев недвижимости, из них 1410 производят уплату налогов. 1331 являются родственниками, друзьями и так далее.
Остальные 1716 граждан в налоговых органах не зарегистрированы. По результатам контроля соответствующей проводимой работы у нас 1102 владельца жилья встали из них стали на учет в качестве индивидуальных предпринимателей 316 по результатам этого года. Уплатили единый социальный платеж, он тоже считается осуществлением исполнения своих налоговых обязательств, 474, более 1,3 миллионов тенге ими уплачено. И заявили о сдаче формы налоговой отчетности 240 и 270 в 2023 году, они будут в следующем году сдавать их 312. И работа в данном направлении будет продолжаться, несмотря на имеющиеся определенные ограничения по мораторию, но мы имеем формы контроля, то есть форму взаимодействия с другими соответствующими органами, и работу будем в данном направлении продолжать. Спасибо. Спасибо большое. И еще один вопрос. Почему в этом году не было налоговых амнистий? Чье это было указание не проводить амнистии в этом году? Еще летом в КГД, то есть летом этого года в КГД обсуждали амнистии, но так никому ничего и не амнистировали. Планируется ли в Казахстане вообще амнистии по налогам и когда их можно ждать? Надо понимать, что амнистия не является ежегодной обязанностью, принимаемой соответствующими органами Комитета государственных доходов для исполнения. Есть для этого принимает соответствующее поручение, оно должно решаться на уровне правительства, либо главой государства, и исходя из этого осуществляется соответствующая амнистия. Но итоги прошлых амнистий, они дали свои результаты. К сожалению, сейчас у меня таких цифр нету, но если есть необходимость, мы вам можем озвучить. Но в этом году у нас не было запланировано каких-либо амнистий. Спасибо. На следующий год, может быть, в 2023 какие-то амнистии планируются? На сегодняшний день, как в плане, такой вопрос еще не стоял, но возможно, при последующем какие-то вопросы поднимутся. Более того, 2023 год мы будем писать новый налоговый кодекс, будут определенные вопросы стоять в льготах, предоставляемых для налогоплательщиков. Но как амнистия, это надо понимать, что это должна быть единичная разовая акция. Принимать их ежегодно и ставить на какой-то поток ежегодно, это неправильно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Кудрет. Келесі екі сауалды Маржан Сәбет неге кезеттен жолдапты. 2022 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттің бюджетіне салықтан қанша қаражат түсті, оны өткен жылдармен салыстырғанда өсім бар ма? Былтырғы биыл біз жылды жақсы көрсеткіштермен аяқтап жатырмыз. Бірақ өкінішке орай менде қазіргі мәліметтер бұл 11 ай бойынша. Осы жылдың себебі жыл аяқталған жоқ. Бірақ жылдың аяқтау бойынша мәліметтерде болады. 11 ай бойынша қарасақ, мемлекеттік түсімдер, бюджетке түсімдер жоспар бойынша 103,1%-ға орындалып отыр. Ол жоспар бойынша 13 триллион ақша болса, түсіміміз 13,5 триллион ақша болып отыр. Немесе былтырғы жылға қарағанда 1,4 есе өсіп отыр. 3,8 триллион ақша былтырғы жылға қарағанда артығымен түсіп отыр. Өздеріңіз білесіз, мемлекеттік бюджет екі бюджеттен құрылады, ол республикалық және жергілікті бюджет. Республикалық бюджетімізде орындалу 108% болып отыр. Осы 11 ай бойынша, қорытындысы бойынша, былтырғы жылға қарағанда 1,5 есе өсіп отыр. 2,8 триллион ақша, 2,9 триллион ақша артығымен түсіп отыр. Жергілікті бюджетіміз 108,4% жоспарға қарағанда. Немесе былтырғы жылмен салыстырғанда 30,6% өсім болып отыр. 987 миллиард ақша артығымен түсіп отыр былтырғы жылға қарағанда. Жылды осы көрсеткіштерден төмен түспей деп аяқтауға біз өзіміз санауымыз бойынша көздеп отырмыз. Осы жылды осылай аяқтаймыз деп. Осы көрсеткіштерден деңгейі осы қалыпта қалады. Рахмет.
Екінші сұрақ, 2023 жылы банктер салық органдарына мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайлары, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор қызметкерлерінің ақша аударымдары туралы ақпарат бере бастайды. Бұл қалай жүргізіледі? Нәтижесі қалай болмақ? Мобильді бақылау дейміз ғой, енді өздеріңіз білесіздер, мобильді арқылы ақша аударымдар бар. Бұл бүгінгі еліміздегі цифрлық өнімдердің дамуы бойынша осындай үлкен үлес болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, жалпы санау бойынша, статистика бойынша қолма-қол емес, не арқылы өтетін ақшалар 40%-дан асса, ел қолма-қолға қайта аударылмайды. Сондықтан мобильді аударымдардың бақылауда тағы біреу біздің жүйемізге кіретін бір не болып отыр, сала болып отыр. Сондықтан біздің бақылауға алынатын нәрсе, біріншіден бір-біріне аударған ақшалардың саны 100-ден бір айдың ішінде 100-ден асса, осындай жағдайлар 3 айдың ішінде қайталанатын болса, бұл мәліметтер бізге бақылау ретінде түседі. Негізгі сіздің сұрап отырғаныңыз, бұл квазимемлекеттік госсекторның несіндегі жұмыс істейтін адамдардың ішіндегі қандай осындай фактілер бойынша бұл мәліметтер бізге 24 жылы басталып беріледі. Себебі 23 жылы бұл кісілер өзінің жалпы декларацияларын өткізе бастайды. Осы 22 жылы бойынша. Ал жаңағы мәліметтер бізге сараптама жүргізу үшін 23 жылы түсе бастайтын болады. Сәуле Байгалиева, Атамекен бизнес арнасы. Саят Ермек, Атамекен бизнес арнасы, сұрағыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Менің сұрағым мобильдік аударымдарға қатысты заңның 2025 жылы күшіне енетінін және мобильдік аударымдардың бақыланатынын біз жақсы білеміз, бірақ мынадай бір мәселе туындап тұр менде. Қазірдің өзінде кейбір таксистер, курьерлер мобильдік перевод, яғни аударым бойынша ақша қабылдамайды, қолма-қол ақша, қағаз ақша сұрайды. Өзімде көп мәрте бұның себепшісі болдым. Енді осы жерде мынадай жағдай туындап тұрды. Олар мысалға мобильдік аударымдарды қабылдамайды, қолма-қол ақша сұрайды, бірақ жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген. Яғни фискалдық чек бермейді, салық төлемейді деген сөз. Осы орайда бұл бастамадан қандай пайда және бұл мәселені қалай шешесіздер деген сұрақ бар. Рахмет, сұрағыңыз өте маңызды және орнықты. Жаңа мен айтып кеттім, мобильдік аударымдарды қалай бақылайтынымызды. Ол бірінші ең бастысы бір айдың ішінде 100-ден астам аударымдар болса, 3 айдың ішінде осындай жағдай қайталанып отырса, ол мәліметтер бізге түсетін болады. Ал енді сіз айтып отырған жаңа таксистер бойынша. Негізі өзіңіз білесіздер, таксистер бар бізде, Яндекс, жаңағы Индрайвер, Юбер, сонымен қосымша тағы басқа өзі жұмыспен қамтамасыз жатқан адамдар бар. Ол Вольт бар бізде, тағы да бір нелер тауарлар жеткізетін адамдар. Осы платформалармен біз қазіргі күні бір келісімге келіп жатырмыз. Жаңағы алынатын ақшалар бәрі қандай бақылауда болады? Олар тиісті ақшалардың бәрі жаңағы платформалардың жүйесі арқылы өтетін болады. Оны барлықтарыңыз білесіз. Сол кезде қаншама табысы бар, қаншама несі бар, салығы бар, жаңағы платформалар өздері санап, салығын тиісті біздің органымызға, бюджетке аударып отырады да, жаңағы салық төлеуші онда білмейді, оған қолайсыз жағдай болмайды да. Міндеттемеде қосымша түспейді. Сондықтан бұны былай жұмсақ салықтандыру деп айтуға болады. Себебі адамға ешқандай қосымша міндеттеме артпайды, тек қана өзінің тиісті салығын төлеуге сондай неге бір бағытталынып отырмыз жұмыстарымызда. Жақсы, рахмет.
Бағдат Асылбек, Азаттық радиосы бізбен байланыста. Бағдат байланыста емес екен. Гүлнар Ерманова, Хабар 24 арнасы. Вопрос есть? Пожалуйста. Добрый день. Недавно госслужащие вновь отчитались о своих активах. Были ли факты уклонения от предоставления декларации? Если да, то сколько? Какие меры последовали за это? Спасибо за вопрос. Да, все госслужащие, вот это был первый этап всеобщего декларирования, и данным этапом было завершено получение декларации в этом году. Они читали за 2021 год. Фактически поступила декларация более 570 тысяч деклараций. Были факты не предоставления деклараций, тех, кто должен был сдавать, либо по изначальным нашим данным. Можете точно сказать? Таких было 39 тысяч. Всем им были выставлены соответствующие уведомления. По итогам этих уведомлений данные налогоплательщики сдали декларации 10 тысяч, более 10 тысяч человек сдало. По остальным 29 тысячам сейчас выясняются обстоятельства, то есть они могут дать свои пояснения, почему не представили или по каким причинам. И здесь скажу, что 250-ю форму они предоставляют, но в большей степени происходит так, что много из них, которые были уволены, но данные у нас остались, поэтому они как являлись государственной службой. Поэтому здесь проводится соответствующая работа. Надо сказать, что мы ее, вот как я сказал, 39 тысяч, и всем были выставлены, то есть они все на контроле держатся, и дальнейшую работу мы будем соответствующим образом проводить. Их При этом штрафов здесь нету, здесь идет, да, административное взыскание в виде предупреждения пока. Только предупреждение, но денежных пока административных взысканий еще нет. А в целом в борьбе с коррупцией как-то помогает декларация? Ну, я думаю, что да, изначально, наверное, все-таки первая цель данных деклараций — это все-таки выявление активов и борьба с коррупцией, но это не входит в наши полномочия, то есть мы не соответствующий орган. Поэтому я это ответить не смогу. Спасибо. Спасибо. Рахмет. Бағдат Асылбек направил свои вопросы. Что изменится в новом году для борьбы с теневой экономикой? Какие работы планируются для стимулирования получения выплат, так сказать, чистыми? Возможно, какие-то упрощения, так как некоторые работники говорят, что платят мало и не хочется из этих денег еще куда-то отдавать. Ну, в первую очередь, давайте скажем о том, что у нас имеется задача о том, чтобы в 2003 году заработал закон о банкротстве физических лиц. То есть данное обстоятельство даст возможность тем физическим лицам, которые получают денежные средства в конверте, пряча свои доходы от своих кредиторов, то есть, в большинстве случаев это, наверное, все-таки банки второго уровня, микрокредитные организации, то при новом законе данные люди, приняв статус банкрота, все-таки смогут получать эти доходы более натурально и, соответственно, обелив эти свои доходы, они с них будут удерживать соответствующие налоги, и они будут уплачиваться в бюджет. Это надо понимать сразу же. То есть даст такую возможность. Что же касается в планах, то, что мы собираемся реализовать, и это, конечно, улучшить наши системы, информационные системы. Как я уже говорил, вот платформенная занятость будет, как я говорил, возможность мониторинг тех же платежей между физическими лицами, но это на 2023 год мы планируем по государственным служащим это производить. Также будет улучшены наши информационные системы, которые на сегодняшний день, вот мы с 1 апреля попытаемся запустить, наверное, СНТ, то есть которая работает сейчас в пилотном режиме, но с определенными ограничениями, потому что есть очень большие возмущения
тех же предпринимателей и тех же налогоплательщиков. Возможно, мы кое-что изменим, но в принципе попробуем запустить его в ограниченном виде, и все это будет свои результаты давать. Тот же СНТ, например, он показал хорошие результаты за действие вот его в пилотном режиме. Мы смогли увеличить платежи только со стран ЕАЭС в виде НДС до 900 миллиардов подняли платежи. Хотя в среднем предыдущие годы эта цифра составляла около 300, в среднем 300 миллиардов в год. Вот. Ну и, соответственно, улучшим свои данные по информационным системам, по камеральному контролю, улучшим горизонтальный мониторинг, трансферное ценообразование вот идет в будущем изменения. Все это принесет определенные плоды. Но большие изменения мы все-таки планируем внедрить в налоговое администрирование именно в новом налоговом кодексе и реализовывать их в будущем. Второй вопрос, Багдад. В прошлые годы говорили о том, что будут проверять мобильные переводы, так как некоторые представители МСБ не платят налоги, и клиентам магазинов говорят, что аппарат сломался, просят перевести по номеру телефона. Сейчас во многих дворовых магазинах и некоторых кафе также настоятельно просят перевести на Каспи. Скажите, пожалуйста, как с этим боретесь, и в плане работы по мониторингу мобильных переводов с какими цифрами можете поделиться? Ну, я еще раз повторяюсь, я, в принципе, до этого говорил о том, что мобильные переводы, мы в соответствии с установленными нормами закона, к нам сведения будут поступать. Опять-таки, хочу заострить внимание, что это не все мобильные переводы между физическими лицами, потому что все это поднимается буквально, но на самом деле надо понимать, что есть определенный критерий, это 100 переводов в месяц, более 100 и более переводов в месяц, и данный случай должен повторяться 3 раза, 3 месяца подряд. И тогда эти сведения начнут поступать к нам. Опять-таки, сведения будут поступать поэтапно. Первый этап начнется с 2023 года, это в отношении физических лиц, которые являются госслужащими, приравненными к ним и их супругами. То есть вот этот этап. Второй этап это будут работники квази-госсектора и так далее, это будет следующий год. И третий этап это будет 2025 год по индивидуальным предпринимателям. И последний этап завершается уже следующим годом, ну, то есть 2026 годом, то есть по всем лицам, ну, гражданам Казахстана, которые осуществляют данные переводы. Так как данная работа начнется вот только с 2023 года в отношении государственных служащих, мы пока этих сведений не имеем, но отрабатывать начнем с 2023 года. Опять-таки хочу повториться, что это есть условия, то есть более 100 переводов в месяц, и факт должен повторяться 3 месяца подряд. Соответственно, если этого не будет, то эти переводы никаким образом к нам как сведения поступать не будут. Вот и все. На сегодняшний день вы никак не боретесь, да, с МСБ, то есть с дворовыми магазинами и кафе, которые принимают оплату переводами? На сегодняшний день почему мы боремся? То есть об этих сведениях все-таки мы говорили о том, что чеки при невыбитии чеков запускали соответствующую акцию, то есть требовать чек. Если не выбиваются, то в принципе любой гражданин может на сегодняшний день данную ситуацию зафиксировать, к нам направить, и мы данный факт должны отработать. И если случай подтверждается, то мы налагаем соответствующие штрафные санкции. Система, в принципе, работает, неплохие свои результаты дала. К сожалению, у меня сейчас цифр нету, но в принципе, можем сообщить, если есть. Еще уточняющий вопрос. Вот Саяну, да, вы ответили насчет тех людей, таксистов или же курьеров, которые работают через приложение, то есть их доход виден в приложении. А вот у магазинов и кафе их не видно. Как вы будете выявлять? Не все граждане будут направлять такие факты. Согласен, что не все граждане будут направлять факты, но в принципе соответствующую работу мы будем проводить, но опять-таки я уже сказал о том, что более, так скажем, когда мы в государстве проходит предел более 40% платежей, которые переходят на неналичный формат,
население уже к наличному формату обслуживания не уходит. То есть на сегодняшний день всем удобно все-таки обслужиться карточкой, не носить деньги в кармане, заплатить тем же онлайн платежом, либо банковской карточкой. Соответственно, деньги, которые проходят через банки второго уровня, они, в принципе, будут высвечиваться. Мы, в принципе, информацию определенную будем иметь, и контроль, в принципе, со временем будет сохраняться. И то есть предпринимательская деятельность, которая осуществляется, если у нее поступают какие-то денежные средства, то завтра это будет, как я говорил, при мобильных переводах этот контроль, на расчетный счет, то он уже само собой предусматривает контроль, предприниматель здесь уклоняться не будет. Поэтому это хороший фактор, что мы все более и более применяем в своих денежных расчетах именно безналичный формат, и это принесет свои результаты. Более того, и сами онлайн-кассовые машины, они ежедневную операцию к нам направляют. И при определенных отклонениях есть свои риски, то есть, например, есть какой-то большой платеж, либо платежи происходят один раз, то есть чек выбивается только один раз, либо вечером, либо утром одной большой суммы. То есть это все рисковые моменты, которые у нас будут отражаться и для направления наших сотрудников, для проверки и выявления этих обстоятельств. Рахмет жауабыңызға. Кезекте Жібек жолы телеарнасы, Ардақ Мауина. Серік мырза, дайын отырсаңыз, келесі кезек сізде. Здравствуйте. Большинство вопросов уже коллеги у меня задали, которые интересовали, и хотелось бы тогда заострить внимание на той информации, которую вы озвучили в докладе. Вы говорили о том, что больше всего товарооборота между Казахстаном и Китаем, и в то же время существует большая разница между цифрами. И хотелось бы узнать с вашей стороны, может быть, вы инициируете какую-то проверку, чтобы понять, кто все-таки покрывает, кто доводит до такого, что есть такая колоссальная разница. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что мы просто так, сложа руки, не сидим. Этим вопросом мы занимаемся. Здесь надо понимать, что разница в этих цифрах, поступаемыми из Китайской Народной Республики, и цифрами, которые декларируются у нас в виде, при импорте заходящих сюда, складывается не только из-за того, что есть определенное сокрытие стоимости товаров и так далее. То есть, в первую очередь надо понимать о том, что заходящий товар, который был продан в Китае, его стоимость гораздо выше, чем при декларации, которая подана как для уплаты соответствующих таможенных платежей при декларировании товара при вхождении их на сторону Казахстана. Но эти факты тоже имеются. Это мы контролируем, это стараемся замечать, и соответствующие расхождения мы стараемся устранять, и соответствующими таможенными проверками, посттаможенного контроля у нас называется. И результат я озвучил, мы в этом году доначислили порядка 150 миллиардов тенге, это больше в сравнении с прошлым годом почти на 120 миллиардов. Но есть еще сведения, которые китайская сторона, у них есть соответствующие возвраты НДС, то есть возвраты налогов на стороне Китая. Китайские предприниматели специально завышают свои цены в своих отчетах для того, чтобы получить из бюджета соответствующие деньги. Фактически товар наш предприниматель покупал за гораздо низкую цену, допустим 100 тенге, но китайский предприниматель показывает его в своих отчетах как 150 тенге. Потому что есть определенные у них субсидии на реализацию большей стоимости товара. Они этим пользуются. Также есть разница в учете того, что те товары, которые проходят транзитом через наше государство, китайское государство показывает как экспорт к нам в Казахстан. Фактически же товар просто проходит транзитом через нашу страну. Он зашел через нашу границу и выехал в другую страну. Тогда это тоже у нас не будет учитываться, потому что там платежи не поступят никаким образом. Он проехал просто транзитом. Но китайская сторона почему-то их показывает как экспорт. Поэтому такие имеются расхождения. Мы их стараемся с китайской стороной обговаривать, так как для нас они самые большие,
ну, так скажем, в импорте и экспорте занимают долю. Но для китайской стороны маленькая сторона, и в принципе эту работу мы проводим, но она требует больших усилий и времени. Потому что Китайская Народная Республика в своих подсчетах, она очень сложна в изменениях. И поэтому иногда наши требования, они как бы отклоняют и продолжают свою статистику в том режиме, как она у них имеется. И вот у меня коллега спрашивала о декларации госслужащих, которые отчитались. Вы сказали о том, что еще 29 тысяч человек не сдали. Но административное взыскание — это только предупреждение. Не хотите ли вы тоже ужесточить, может быть, как-то в этой части наказания? Потому что, мне кажется, тогда теряется смысл этой декларации. То есть здесь получается как по желанию, хочу или не хочу. Нет, надо понимать, что если человек на предупреждение не отреагировал, то дальнейшее будет уже и соответствующие санкции определенные. Какие? Или вплоть до денежных взысканий. Это там уже при повторном не исполнении поручения, то у нас есть соответствующий в административном кодексе, по-моему, 20 МРП, если я не ошибаюсь. Так или не так? Но, в принципе, будут соответствующие за неисполнение требований налоговых органов. То есть мы же выставили уведомление, сдать декларацию, если он обязан. И если это уже неисполнение идет, тогда мы начинаем наказывать за это. Тоже есть такое наказание. Спасибо. Пожалуйста. Серік Селеубайұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, мархамат. Қайырлы күн, Серік Селеубай, ұлттық арна. Бірінші сұрағым, шетелдік компанияларға көрсетілген цифрлық қызметтер мен сатылған цифрлық тауарлардан жиналған салық көлемі 10 миллиард теңгеден асқан туралы айтылды жақында. Осы цифрлық салықты қалай есептейсіздер? Олар мысалы пайыздық мөлшерін есептеу кезінде нені негізге аласыздар? Сосын бұны қандай технологиялармен істейсіздер, жалтырамау үшін қандай шаралар бар? Енді цифрлық болған соң оны бір нету, бақылауда қиын ғой. Бұл қосымша құн салығы, шындықты айтсақ, есепті біз тиісті мәліметтерді ала отырам санаймыз. Себебі алмен жаңағы Google дейміз компаниялар, Wildberries бар, нелер бар. Осы цифрлық сату саласындағы жүргізіліп жатқан жұмыстар бойынша біз олармен келісімге тұрамыз. Бірінші, тиісті сіздеріңізге түскен тапсырыстар бойынша, түскен ақшалар бойынша бізге мәліметтерді беруіңіз керек дегендей. Осы жұмыс бүгінгі күні жүргізіліп жатыр. Атап айтсақ, жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, 10 миллиардтан ақша түсім бар. 200-дан астам компанияларға біз тиісті сұрауда салдық, хатта жазып жатырмыз. Алдын-ала жұмыстар жүргізіп жатыр. Екінші жағынан тексеру, ақша аударымдар. Ол ақша қолма-қол берілмейді. Бәрібір ақша аударым ретінде кетеді. Екінші деңгейлі банктер арқылы бұл ақшалар аударылып жатыр. Мәліметтер толық болмаса, біз оны бақылау үшін сол жерде мәліметті алып, ертеңгі күні бізге дұрыс мәліметтер берілді ма, берілмеді ма деп сол жерден бақылауға аламыз да, сол тиісті сомаларды санауға мүмкіндігіміз туындайды бұл жерде. Сондықтан ол дұрыс па, дұрыс емес па, бізге берілген мәлімет, сонымен төленген салығы дұрыс емес па, біздің мүмкіндігіміз бар оны тексеруге. Ертеңгі күні күмәндансамыз, күмәнданған жағдайымыз болса, оны біз тиісті мәліметтерді екінші деңгейлі банктерден аламыз. Сонымен қосымша тауарлар бәрібір бізге келгенде кедендік рәсімдерден өту керек. Ол өткеннен кейін соның санын бәрін қадағалап, жаңағы тәуекелдер туындай басса, тиісті тексеруге шығарып аламыз біз. Жаңа әріптесім осыған дейін сұрақ кетті, СНТ деп атап кеткен қосымша жол жүгі несі бар ғой? Жол құжат. Сол бойынша кәсіпкерлердің көп айтады да, бұл қашпаймыз бұл жол құжаттан. Бірақ бұны бұған дейін жұмыс істеп тұрған бір жүйелердің біреуіне енгізсе қосымша пункт ретінде, болмаса бір бөлік ретінде. Өйткені сол СНТ-ны толтыру үшін арнайы бухгалтер жалдайды екен, болмаса бухгалтерлердің жұмысы 50%-ға дейін көбейіп кетіп жатыр дейді. Бұл бойынша қазір жұмыс істеп жатқан білем, бірақ олардың қай деңгейде қандай келісімдер жасалуы мүмкін. Мүмкін жаңағы
бар шығар. Мысалы Ресейде мысалы жаңағы бір ғана құжат болады. Басқа шетел батыс елдерінде мысалы инвойс деген бір құжаттың ішіне осы тауарлардың ары бері жүргенін қадағалауға болады да. Қазақстан Евразиястың сатаспасам шартын орындау үшін жасалған, бірақ Евразиясте бұндай құжат жоқ бізден басқа елде. Ең бастысы біз айтуымыз керек, ВТО-дан келетін біз ұлтаралық сауда несіне қоғамына кіргеннен кейін біз өзіміздің мойнымызға тиісті талаптар алдық. Себебі оны кіру үшін алдымен біз Евразия экономикалық одақтастардың елдерінің ішіне кіргеннен кейін олар бізге ВТО кіру үшін тиісті талаптар қойды да. Олардың баждары, кедендік рәсімдердің баждары төмендеу болады да ВТО-ның. Сондықтан ол ВТО-ның бажы бойынша, ставкалары бойынша кірген рәсімделген тауарлардың тек қана бізде Қазақстанда қолдану керек. Біздің шекарамыздан шықпау керек, басқа елдерге, жаңағы ЕО елдеріне кірмеу керек деген. Ең бастысы талап сол болған. Содан басталған бұл СНТ. Жаңағы тауарларды бақылау, ертең күні шығып кетпеу үшін, шығып бара жатса, ертең бізде басқа Россия болсын, қырғыздар болсын, бізге тиісті нелерді қояды, талаптарын қояды. Ертең күні ВТО-дан шық деп талап қою мүмкін. Сондықтан осындай болу үшін СНТ енгізілген. Бірақ СНТ-ның өзінің қиыншылықтары бар, туындап жатыр. Қазіргі күні көп наразылық туындап жатыр. Оны біз бәріміз естіп жатырмыз, тиісті жұмыс тобы жұмысын атқарып жатыр. Оны жеңілдету үшін тек қана осы бақылаудың алдын ала осы бақылауға қандай мақсат қойылды, соны атқару үшін ғана сонымен шектеліп, басқа нелерді тоқтатуға осындай бір нелерді талаптарды қойып отырмыз жұмыс тобының алдында. Осы нәтижесін береді, ертең күні елге қолайлы жағдай бір несін, жаңағы цифрлық жүйесін реттеуге қолдануға тырысамыз. Мысалы Ресейден тауар келетін болса, ол жақтан СНТ жоқ қой. Мысалы кәсіпкер, кіргізген кәсіпкер өзі СНТ жазады, сосын оны өзі қабылдап алады, сөйтіп қосымша қағазбастылық болып кетпей ма деген нәрсе. Мүмкін жаңағыдай бір какой-то пунктке енгізіп, соған мысалы галочка қоятындай оңайлатып, оңтайландырса кәсіпкерлердің. Соны оңтайландыруға біз жұмыс жасатып жатырмыз ғой. Бірақ мысалы тек қана бұны бір сұрақпен шектеуге болмайды, бұл көп сұрақтар туындатады. Мысалы бидай өнімдері дейік айтайық. Бидай. Бидай бізге шектеусіз Ресейден кіре бастады. Шекарада тұрған адамдар қайда не десе көрсеткен мәліметтер бойынша бір кәсіпкерді немесе бір заңды тұлғаны көрсетеді да атын, сонымен жүре беретін болады. Бұл бидай ертең күні барып қарасақ, ол айтады, жаңағы заңды тұлғамыз ба, кәсіпкеріміз ба, оны алған жоқпын деп айтады. Маған келген жоқ деп. Сонда басқа біреу жалған мәліметтерді береді, сонымен өте беретін. Осы жүйе ондайды болдырмайды. Себебі шекарадан өтіп бара жатқанда мына бидайды біз осындай кәсіпкерге апара жатырмын дегенде шекарада тұрған адамда мәліметтер толық тұрады. Анадан сұрау келді ма? Осындай бидай алып жатырмын деген мәлімет бір-біріне сәйкес келіп жатса, анау алып келе жатыр, мына жерден алып жатырмын деген сәйкес бір-біріне шекарада сол уақытта дәл кезірде көрсетіп отырады біріне онлайн ақпарат арқылы. Сонда бір-біріне сәйкес келген бұл бидай өте береді. Ал енді ондай болмаса жағдай, бидай тоқтатылып тұрады. Сопроводительный басқа да документтер бар ғой негізі құжаттарды. Негізі осы жүйе соны атқарып отыр ғой, сопроводительный. Түсінсіз? Рахмет. ТТК 42 телеарнасы неге Қазақстандағы көптеген компаниялар көлеңкелі экономикада жұмыс істейді, себебін айтсаңыз, олардың көлеңкеден қалай шығарасыздар, қандай шара қолданылады? Екі тілде жауап берсеңіз. Жаңа айтып кеттік, бізде көп ақпараттық жүйелер атқарылып жатыр жұмыстарды. Негізгі көлеңкелі экономикадағы көп пайдаланатын салалар деп айтсақ та болады, отрасль деп айтсақ та болады. Бұл көбінесе жаңа өзіміздің алдымызда тұрған жоспар бар. Мен баяндаманың басында айтып кеттім. 54 неден тұрады, бағыттан тұрады. Оның 20-сы осы жылда орындалды, 26-сы біздің құзыретімізде
кірістер комитетінің құзыретінде болады. 14-інде біз тағы да басқа органдарда қосылып ол жұмысты атқарамыз. Осы шаралар бәрі өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр. Мен жаңа айтып кеттім, көлеңкелі экономиканың деңгейі осы жылдың 21 жылдың нәтижесі бойынша 19,75%-ға төмендеп отыр. Осындай деңгейге төмендеп отыр. 25 жылға шейін біз осы деңгейді 15%-ға шейін түсіруіміз керек. Негізі бұл ОСР елдердің несі талабы бойынша. Біз осы бағытта жұмыстарды атқарып жатырмыз, ол өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр. Енді былай айтып кетсек, бізге белгілі көп нәрсе, қандай бағыттарда, қандай экономикамыздың қай бағыттарында, қай нелерде, отрасларында жұмыс атқарылып жатыр, ол көлеңкелі экономиканың оның ішіндегі қандай пайызы екен. Ең үлкен айтсақ, бұл жаңағы көлік, немесе қойма складтар, қоймалар бойынша бизнесінде жаңағы сату себебі ол кең таралған не болғаннан кейін, бизнес түрі болғаннан кейін, көп қолданатын бизнес өкілдері болғаннан кейін, осы салаларда жаңағы көлеңкелі экономика байқалады. Бірақ оның санына қарамай, біз жаңа осы өтіп отырған брифингтағы мен айтып кеткен жұмыстар бойынша тиісті жұмыстар өздерінің нәтижесін атқарып жатыр, беріп жатыр. И осы салада біз жұмыстарды атқарамыз. Себебі нәтижесі болғаннан кейін бізде оны ары қарай жалғастыруға тырысамыз да, нығайтуға тырысамыз. Негізі сол. В принципе, да, мы эту работу проводим. У нас порядка, ну, у нас есть комплексный план по снижению теневой экономики. Он состоит из 50 с лишним пунктов, 20 из них уже реализованы. В целом 26, как я докладывался, состоят на исполнении органов Комитета государственных доходов. В 14 мы являемся соисполнителями, и они свои результаты несут. По итогам 2021 года уровень теневой экономики составляет сейчас 19,75%. Запланирован показатель на 2025 год 15%. Ну, надо сказать, что мы, в принципе, имеем показатели, имеем виды, в каких отраслях это отражается. Ну, наибольшие это, наверное, транспорт и складирование, оптовая, розничная торговля и так далее. Но надо понимать, что это массово распространенный бизнес, и поэтому он и там и будет встречаться. В более таких концентрированных бизнесах он наименьше встречается. Но понимая цифры, где, с кем и как надо бороться, вот все те вопросы, которые отражались в ходе брифинга, все те мероприятия, о чем я говорил в течение вот этого брифинга, они показывают свои результаты и показывают тому, что идет снижение. Соответственно, дальнейшая работа в этих направлениях, они будут также улучшать нашу бизнес-среду и снижать уровень теневой экономики. Спасибо. Оксана Скибан последние два вопроса направила. Скажите, пожалуйста, на какую сумму по итогам 2022 года изъято нелицензированного алкоголя и какая сумма штрафа наложена нарушителям? Сколько такого алкоголя было изъято? С начала года у нас поступления по акцизам увеличились в 1,5 раза. Сразу это хочу сказать о том, что вот за 11 месяцев у нас поступило 682 миллиарда. В сравнении с прошлым годом за этот же период это рост в 1,5 раза или 158%. Если в прошлом году за этот период поступило 431 миллиард. То есть вот отражение в результатах суммы, это показывает, насколько результативно проводится работа в этом направлении. Что касается выявления, то могу сказать, что вот по результатам у нас, я где-то читал, 782 тысячи литров алкогольной продукции мы нелегально выявили.
и изъято с нарушениями, и соответствующие реализаторы или производители привлечены к соответствующей ответственности. В том числе было 149 фактов реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. По ним также наложены соответствующие штрафы. По фактам реализации алкогольной продукции изъято было без лицензии 77,9 тысяч литров алкогольной продукции. Стоимость его составляет порядка 194 миллионов тенге. То есть какая сумма штрафа наложена? По ним рассматриваются штрафы. Здесь в зависимости от того, на кого накладывается штраф, там зависит это размер 15, 25, 40 и 150 МРП, то есть в зависимости по размерности субъекта этого бизнеса и кем он является, физическим лицом или юридическим лицом. Соответственно, вот такие суммы накладываются соответствующих штрафов. Можете, пожалуйста, более подробно нашей коллеге письменно ответить? Более цифрами, мы более точно уже предоставим. Спасибо. Письменно, Второй вопрос. Какие меры ответственности предусмотрены к лицам, которые продавали без наличия лицензии, и сколько предпринимателей привлечено к ответственности по итогам текущего года? В принципе, да, мы тоже можем ответить письменно, но я говорил о том, что в зависимости от того, штраф налагается на физическое лицо 15 МРП, там, на предпринимательство малого размера 25 МРП, среднего субъекта это 40 МРП и крупного бизнеса это 150 МРП. Наложено судами у нас сейчас порядка 6-7 миллионов тенге с конфискацией имущества. Но, в принципе, более подробную информацию мы тоже письменно можем предоставить через пресс-службу. Данияр Еренғалиұлы, уақыт бөліп алаңымызға келіп түскен барлық сұрақтарға жауап берген үшін алғыс айтамыз, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Әріптестер, осымен тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.